Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты аспанға шүйіреді. Көздер сөйлей алады, қуаныштан күле де, жылай да алады. Көздермен естен адастыруға да, жылата да аласың. Сөздермен алдауға болады, бірақ көзбен алдау мүмкін емес. Адамның көздерінде тылсым күш жатыр. Бөтенге шексіз сеніп қалудан сақтан. Дос деп құрмет тұтып жүрген адамыңның өзі сені сатып кетуі мүмкін. Өмірде дана секілді сүргін келсе, екі басты қағиданы жаттап ал. Әр нәрсені жегенше аш қалған дұрыс, әркіммен өмір сүргенше жалғыз болған дұрыс. Бәрін түсіндіруге болады, бірақ бәріне емес. Біреуге риясыз сені оның қолына өз еркіңмен өткір қанжар ұстатқанын, лыпып тұрған қанжармен ол сені қорғауы да мүмкін, бауыздауы да мүмкін. Уайым ертеңгі мәселені шешпейді, тек бүгінгі мазаны алады. Маған адамның кедейлігі емес, оның ойы мен жанының кедейлігі қынжылтады. Адамның жаны қаншалықты лас болса, соншалықты менмен тәкаппар болады. Жаны жетпеген шыңға тұмсығымен жетуге тырысады. Мықты, бай адамды көре алмаудан аулақ бол. Әр таңның артында түн бар екенін ұмытпа. Мына қысқа ғұмырды бостан-бос өткізіп алма. Әділетті болу үшін алдымен мейірбан болу керек. Мейірбан болу деген сүрінбейтін тұяқтың болмайтынын түсіну. Адамның бәрі қателеседі. Жас та өтер, бірте-бірте кәрі де өтер. Баянсыз, бұл жалғанның бәрі бекер. Жаһанда мәңгі жасар жан жоқ сірә, кетеміз, кетті келер, тағы кетер.